Сәлеметсіздер ме, құрметті қазылар алқасы? Менің аты жөн Қожабаева Ажар Маратқызы. Мен үздік педагог сайысының қатысушысымын. Мен үшін ұстаз болу мамандық емес, миссия. Себебі мұғалім тек білім беруші емес, ол болашақты қалыптастырушы. Ұстаз тақта алдында тұрған адам емес, ұстаз жүрекке жол таба алған адам. Қазақ тілі бұл мемлекеттік тіл. Бірақ тіл тек мәртебемен өмір сүрмейді. Тіл қолданыспен өмір сүреді. Менің кредім, тілді үйрету бұл ережені жаттату емес, тұлғаны сөйлету. Қазақ тілі бұл мемлекеттік тіл. Бірақ тіл тек мәртебемен өмір сүрмейді. Тіл қолданыспен өмір сүреді. Ал тілдің шынайы өмірі студенттің жүрегінде, оның еркін ойында, сенімді сөйлеуінде. Қазіргі таңда мені толғандыратын негізгі мәселе тілдік белсенділіктің төмендігі. Біріншіден, қазақ топтарында әдеби тілдің орнына сленгтің басым болуы. Екіншіден, орыс топтарында ойын қазақ тілінде еркін жеткізе алмау, дайын үлгімен сөйлеу. Үшіншіден, тілдік ортада шынайы коммуникацияның жеткіліксіздігі. Студент біледі, бірақ еркін сөйлемейді. Ойы бар, бірақ жеткізе алмайды. Тілі бар, бірақ сенімсіз. Өйткені тіл тек грамматика емес, тіл батылдық, тіл тұлғалық еркіндік. Сондықтан менің басты мақсатым студентке қазақ тілін үйрету ғана емес, оған сөйлеуге мүмкіндік беру. Бүгінгі студент ақпарат тұтынушы емес, контент жасаушы, тыңдаушы емес, пікір білдіруші. Менің сабағымда студент қателесуден қорықпайды. Менің сабағымда студент жаттамайды. Ол ойланады. Егер студент қазақ тілінде өз ойын еркін жеткізе алса, ол өз болашағын да еркін құрады деп сенемін. Мақсатым тіл білетін емес, тілде өмір сүретін тұлға қалыптастыру. Себебі тіл ұлттың жаны, ал ұстаз сол жанды оятушы.